Армағайын, таң шапағатымен келіп жеткен жұма күнінің берекесі мол болсын. Қайырлы таң, жұма апта бойы атқарған істің нәтижесі көрінетін, өз-өзіне есеп беріп, демалысқа дайындалатын уақыт. Біз ұсынатын өмірге қажетті кеңестері мен шабыт сыйлар, сұхбаттар аз емес. Ендеше экраннан алыстамаңыздар. Атаулы күн айдары мен ертең бағдарламасының бүгінгі шығарылымын бастаймыз. Әлем елдерінде ерекше мейрамдардың бірі бүгін. 12 қыркүйек, халықаралық баланы құндықтау күні. Бұл арнайы шарфтың көмегімен баланы алып жүру тәсілі. Бала анасының қасында жүреді, бірақ анасының екі қолы бос болады. Арба алуға мүмкіндік болмаған жағдайда белсенді ата-аналар үшін өте ыңғайлы. Бұл күні шеберлік дәрістері өткізіліп, бала күтіміндегі жаңалықтар айтылады. Жыл сайын 12 қыркүйекте Біріккен ұлттар ұйымының Юг-Юг ынтымақтастығы күні Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық күндерінің бірі аталып өтеді. 1978 жылы осы күні Аргентина астанасы Буэнос-Айрес қаласында 138 елден келген делегациялар дамушы елдер арасындағы техникалық ынтымақтастықты дамыту және жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын қабылдады. Юг-Юг ынтымақтастығы термин Африка, Латын Америкасы және Азия елдері арасындағы білім, технологиялар және ресурстар алмасу дегенді білдіреді. Қазақстанда қазақ киносының күні аталып өтеді. Амангелді алғашқы қазақ фильмі десек, Батыр Амангелді Иманов туралы фильм Лен фильм студиясында түсірілді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қазақ киносы одан әрі дамыды. Лен фильм және Мосфильм киностудиясы Алматыда жұмыс істей бастады. 1941 жылы картина түсірумен көркем және деректі фильмдер студиясы айналысты. Кейінірек ол қазақ фильм деп өзгертілді. Қазақстандық кинематографистер одағының басшысы Бауыржан Нөгербеков 2005 жылы 12 қыркүйекте қазақ киносы күні деп атауды ұсынды. 1909 жылы Қазақстандағы бірінші сәулетші, Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы Төлеу Бәсенов дүниеге келді. 1948 жылы биші, Қазақстанның халық әртісі Гүлжан Талпақова дүниеге келді. 1955 жылы қазақ жазушысы, журналист Бейсебай Кіріспаев дүниеге келді. Келеді мені көргің, көре бергің. Сен де мен үшін болдың, сүйген адам, кейде саған бәле болдым. Мен көңіліме сені қаладым, жүрегімді кейде жараладым. Байқамадым кешір анда-санда да сені жаным. Көңіл кейде қалай, қаламай, көздеріңе қарай, қарамай. Іштегі сезімім ауырай, кейде былай. Көңіл кейде қалай, қаламай, көздеріңе қарай, қарамай. Іштегі сезімім ауырай, кейде былай, кейде былай. Сезімді саған аштым, кейде қаштым. Сені әуреге салдым, кешір мені, кейде саған қарамадым. Мен көңіліме сені қаладым, жүрегімді кейде жараладым. Байқамадым кешір анда-санда сені жаным. Көңіл кейде қалай, қаламай, көздеріңе қарай, қарамай. Іштегі сезімім ауырай, кейде былай. Көңіл кейде қалай, қаламай, көздеріңе қарай, қарамай. Іштегі сезімім ауырай, кейде былай. Көңіл кейде қалай, қаламай, көздеріңе қарай, қарамай. Іштегі сезімім ауырай, кейде былай. Көңіл кейде қалай, қаламай, көздеріңе қарай, қарамай. Іштегі сезімім ауырай, кейде былай.
Ақбота, бағдарламамызды жыр жазамын жүрегімен айдарымен жалғастырсақ. Ендеше ақын жырларына кезек берейік. Есті жалған қалған бау есінен, уақыт құлы жасамайды ешінем. Алағанға алақанда түгім жоқ, әйтпесе мен айтқан сөзің несігем. Жүрем екен, күнелтіп бір үшін, бойымдағы ұятым бар ұлысым. Бөрілердің дәурен өтіп кеткен бе, жолдан табылады деуші мырысым. Жаным дорап, тастайтындай оқпанға, жақындауға қорқам жалың оттарға. Бұлбұл үнің естімеймін неліктен, өлексіге құжынаған көп қарға. Біздер жайлы не дейді екен өлгенде, өлі күйі тірлік кешкен көргеуде. Оймақтай боп ойға шомып отырам, қанағат қып қуықтай қос бөлмемде. Қауқарғылар, қай бір жөнді барайбын, қасарысып, ардеймін сол арайлым. Үміттеніп, үт түсір деп бөлмеме терезеден әлсін қараймын. Жапан түзден жан табардай жан ізгі, ескі алам кеп сонау ескі аңызды. Тұнжыр түнді тастауға тез асығам, көңілімде күн күлетін тәрізді. Жанымыздың белгісіме жүдеген кейдözімде түсінбеймін мұң өлең. Найзағай боп шатыр ете қаламда, күндей күліп жіберем. Күн батса сая бырлап бар тіршілік, күтеді кербез түнді тыныштықпен. Ай туып ақ сәулесі суға іркіліп, майда жел әлдейімен гүл мүлгіген. Қараспан жылдыздармен көмкеріліп, ғажайып нәзік мақпал күйге орайды. Түнгі ауа дымқылдана бойға еніп, бөлейді тәтті ұйқыға бар маңайды. Оятып алмайыншы дейді мекен, шегіртке баяу үнмен шырылдайды. Құстар да ұясынан тауып мекен, ілуде бірер маса ызыңдайды. Жер ана нәрестедей рахаттанып, маужырап тербеледі жылы түнде. Табиғат бір демалып таңға оянып, жадырап қол бұлғайды келер күнге. Тұратын ақ пен қарадан, өмір ғой керек жаншыдау. Зор деп жүргенің зобалаң, ит мініп ерек қамшылау. Аруда аяр кербезің, тұрса да құлап өптірме. Сұлтанның сыйқы ендözің, біздерде бектік жоқ мүлде. Бермейтін едім мән бұрын, зерделеп бүгін түсіндім. Кеудесі толған қандырың, аға деп жүрген бір сұмның. Желкеніп құсып тастадым, ұшықтан әлі дерттімін. Өзіме сауал тастадым, қанағатыма сеп бүгін. Басыңды тауға тасқада, соғыстың болмас оңғаны. Деушедің ағау масқара, осыма тауың сондағы. Әділдік еді сүйгенім, не жазыптағы ұрындық. Көзінен өтер түйменің жігіттер жыры жылым құрт. Бозарып тұрар реңім, от болып жатып кейдешім. Жылап тұрып та күлемін, жетіскеннен ғой деймісің. Ашылмаған жүрегімді мен тұк-тұк қағайын. Сен рұқсат берші құлпын бұзып кілтін алайын. Мен сені таңдайын, келін болуға болдайын. Өзіңнің қолыңа тағар жүзігімде дайын. Ашылмаған жүрегімді мен тұк-тұк қағайын. Сен рұқсат берші құлпын бұзып кілтін алайын. Мен сені таңдайын, келін болуға болдайын. Өзіңнің қолыңа тағар жүзігімде дайын.
бермең жаным басқасы, жаныма келші қашпашы. Ертерек жанымда жүрші, жаным маған еркелеп. Ашылмаған жүрегімді мен тук-тук қағайын. Сен рұқсат берші, құлпын бұзып кілтін алайын. Мен сені таңдайын, келін болуға болдайын. Өзіңнің қолыңа тағар жүзігімде дайын. Ашылмаған жүрегімді мен тук-тук қағайын. Сен рұқсат берші, құлпын бұзып кілтін алайын. Мен сені таңдайын, келін болуға болдайын. Өзіңнің қолыңа тағар жүзігімде дайын. Ашылмаған жүрегімді мен тук-тук қағайын. Сен рұқсат берші, құлпын бұзып кілтін алайын. Мен сені таңдайын, келін болуға болдайын. Өзіңнің қолыңа тағар жүзігімде дайын. Ашылмаған жүрегімді мен тук-тук қағайын. Сен рұқсат берші, құлпын бұзып кілтін алайын. Мен сені таңдайын, келін болуға болдайын. Өзіңнің қолыңа тағар жүзігімде дайын. Армысың арма. Бүгінде армысың арма деп амандассаң, тәңіршілсің бе дейтіндер бар. Жалпы амандасу деген не? Бұрынғы қазақ қалай амандасқан? Амандасу ата салтымыз, ұлттық құндылықтарымыздың көрінісі. Ата айтып тұрғандай, амандық сұрасу, амандық тілеу, саулық тілеу. Жаным арымның садағасы деп, ар мен ұятты бәрінен биік қойған қазағым үлкен кісімен армысыз, жасы кішімен армысың деп амандасқан. Армысыз деп амандасқан адамға бармысыз, бармысың деп жауап қайтарған. Бұл амандасудың түп төркіні 11 ғасырда өмір сүрген ғалым Махмұд Қашқаридің түркі сөздігінде жазылған. Ар сөзінің адам және ар ұят деген мағыналы бар екен деп айтылған екен. Сондықтан да байырғы заманнан бері армысыз, армысың деп амандасудың ар жағында арың тазама, ешкімнің ала жібін аттаған жоқсың ба деген сұрақ тұр. Оған бармысыз, бармысың деп өзіңнің де арың тазама, ешкімнің ала жібін аттаған жоқсың ба деп сұрақпен жауап қайтарылған екен. Қыз жібек жырында Бекежанның мынандай сөздері бар. Айтамын, айт дегеннен арма жібек, ботасы өлген түйедей зарла жібек. Кеткелі жаман жарың көп жыл болды, хабары сол жездемнің барма жібек. Сонымен қатар дана ата бабаларымызда жағдайға байланысты да амандасу түрлері болған. Мал баққанға өріс кең болсын, жаяр көбейсін десе, мал суарып тұрса, суарар көбейсін. Көш кезінде көш көлікті болсын деп, жолаушыға сапар оң болсын деп, бас қосуға тап болса, орта көбейсін. Мал сойып жатса, сояр көбейсін сияқты ізгі тілекпен амандасу түрлері де болған. Оң қолын кеудесіне қойып, басын иіп амандасатында болған. Мұндай амандасуда халық көбінесе бар бол, өркенің өссін деп жауап қайтарған. Танымайтын адам амандасып жатса, кімсің деп қатты айтпай, танымадық қой деп сыпайылап жеткізген. Араб тілінде ассаламағалейкум деп амандасу, оған уағалейкум салем деп жауап беру қазақ даласына араб елінен шыққан дін таратушылармен бірге келген амандасудың түрі. Осыны біліп жүрейік.
менің анам әкемнің аманаты, менің анам сұлуай жер бетінің жанұясын тойдырған қанағаты. Анам менің сұлуай жер бетінің жанұясын тойдырған қанағаты. Менің анам, анам менің, қызда болса анам менің, өмір көзің алып келіп бар бақытым балам дедің. Менің анам әулеттің бақ жұлдызы, менің анам құлпырған жан қырмызы, келген жерін жіберген гүл жайнатып, өз жұртында қадірі ханның қызы. Келген жерін жіберген гүл жайнатып, төркінінде қадірі ханның қызы. Менің анам, анам менің, қызда болса анам менің, өмір көзің алып келіп бар бақытым балам дедің. Сезімімен ұл-қозын шыңға сырған, күлім көзі мөлдіреп мұң жасырған. Менің анам өмірге шын ғашық жан, аз ғұмырды кем сүрме бір ғасырдан. Анам менің өмірге шын ғашық жан, аз ғұмырды кем сүрме бір ғасырдан. Менің анам, анам менің, қызда болса анам менің, өмір көзің алып келіп бар бақытым балам дедің. Қымбатты көрермен, өздеріңіз білетіндей ертең бағдарламасында біздің қонақ және керемет кейіпкер атты айдарлар бар. Мұнда Ұлытау өңіріне ат басын бұрған қадірлі қонақтар жеткен жетістіктермен өңіріміздің атын шығарған талантты жандарды насихаттауға тырысамыз. Қазір осы айдарды көрермендерге ұсынар кезек келді. Досхан Сәкенұлы, қайырлы таң. Біздің таңғы студиямызға қош келдіңіз. Мінекей бүгін халықаралық театрлар фестивалі өз шымылдығын ашады. Енді сол фестиваль туралы айта кетсеңіз. Қайырлы таң. Бүгін біз үшін, жалпы театрымыз үшін және Ұлытау облысы үшін айтулы маңызды оқиғалардың бірі. Өйткені Ұлытау облысының мәдени келбеті болып саналатын Серке Қожамқұлов театры өзінің 4-ші Жанат Қажиев атындағы халықаралық театр фестивалін есігін айқара ашып отыр. Біздің өз қонақтарымызды, фестиваль қатысушыларын қуана-қуана қарсы алып жатырмыз. 8 театр, 8 спектакль, Ресей мемлекеті, Қырғызстан мемлекетімен қатар біздің Қазақстанның 5 аймағынан батысы бар, шығысы бар, орталығы бар 6 театр қатысуда. Жалпы біздің бүгінгі фестивальдің басқа фестивальдардың бір айырмашылығы ол шығармалардың әр түрлігі, әр алуандығы, оның ішінде
қазақ әдебиетінің классик шығармаларымен қатар заманауи драматургия бар, әлемдік шығармалармен қатар Ресейдің орыс классиктарының шығармалары да бар, мемлекеттік театрлармен қатар жеке тәуелсіз театрлар да бақ сынасады. Сондықтан да бұл үлкен алаңға айналды. Егерде тәуелсіз Қазақстанның кезінде ең алғашқы фестивальдік қозғалыс осы Жезқазғаннан басталса, яғни бұл үрдіс өзінің жалғасын тауып келе жатыр. Сондықтан да біз ең алдымен өзіміздің қатысушыларымызға Ұлытау жеріне қош келдіңіздер дегіміз келеді. Және де осы 4-5 күннің ішінде біздің Жезқазған қаласымызда, Ұлытау облысымызда болатын өздерінің сапарларын жайлы, барынша жақсы әсермен алып кетуге біз әрине тілектеспіз. Сондықтан да біз барша көрерменімізді осы театрда күтеміз. Өйткені бұл расында да қыркүйек айында өткізілетін үлкен бір маңызды мәдени кештердің бірі деп есептейміз. Өнер мерекесі ғой біздің тұрғындар үшін. Ал енді қойылымдарға жеке тоқталып кетсек, біздің көрермендер. Бүгін біздің фестиваліміздің шымылдығын ашатын Тахауи Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театры. Олар Мұхтар Мағауиннің Тазының өлімі шығармасы бойынша өзінің спектакльдерін көрсетеді. Спектакль режиссері Мейрам Хабибуллин. Және де дәл осы спектакльдің шығуына жалпы театр мамандарының өзінің қызығушылығы бар. Өйткені Мағауиннің шығармасын, әсіресе оның Тазының өлімі көп былай сыр алмасатын, ақылдасатын, орта пікір алмасатын үлкен шығармалардың бірі болғаннан кейін, осы шығармадағы Тазының өлімі жалпы оның философиялық деңгейі қалай көрсетіледі деген қызығушылық бар. Сондықтан да осы спектакль біздің фестиваліміздің шымылдығын ашады. Одан кейін бізде Махамбет атындағы Атырау облыстық драма театры заманауи спектакльмен, яғни толқындар теңіздің жағасында өледі деген спектакльдерін көрсетеді. Дариға Семей жастар театры өздерінің сол шығыс өңірінің тумасы Оралхан Бөкейдің өз отыңды өшірме спектаклін көрсетеді. Хадиша Бөкеева атындағы Орал қаласынан келіп жатқан Батыс Қазақстан облыстық драма театры Гогольдің ревизорын жаңа заманауи сипаттағы жаңа оқылым, жаңа философиясын көрсетеді. Сонымен қатар Бишкектен келетін Stage 705 деген тәуелсіз театр. Ол спектакльдің ерекшелігі, ол пластикалық спектакль, оның авторы жоқ, яғни спектакль бастауын алып, өзінің даму, жалпы шығарманың даму сол жерде, сол көрерменмен бірге құбылып отырады. Ол өзінің сондай бір қызығы бар. Ресейдің Мәскеу театры алып келген спектакль, жалпы осы Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына арналған Ленинградтық блокададағы күнделіктердің негізінде жазылған шығарма болып есептеледі. Және де орталықтан келетін Теміртау театры, ол да осы Обломов шығармасы бойынша өздерінше жаңа трактовка дейді, жаңа оқылым көрсетеді. Және де Павлодар Жүсіпбек Аймауытов атындағы Павлодар облыстық драма театры, олар Мамаша Кураж дейді, Пері қатын деген спектакль алып келе жатыр. Оның бір қызығы режиссері Авлякүлі Хаджикули, ол Лондонның маманы. Сондықтан да бізде театр Қазақстан болғанымен, оны сол спектакль шығарған мамандардың барлығы шетелдіктер болып саналады. Сондықтан да осындай бір қызықты, біздің ойымызша қызықты спектакльдер болады. Өйткені сарапшылар, әділ-қазылар алқасы да әртүрлі. Оның ішінде қазылар алқасының төрағасы өзімізге, елімізге белгілі актер, режиссер, ұстаз, Қазақстан халық әртісі Тұңғышбай Қадырұлы Жаманқұлов, фестиваліміздің құрметті, қазылар алқасының құрметті мүшесі, осыған дейін 3 рет фестивальдің төрағасы болған Нұрғанат Жақыпбай, ол кісі осы біздің Сергей Қожамқұлов театрының іргетасын қалаушылардың бірі, біздің негізін қалаушылармен бірге Мәскеуде Шепкин институтында оқыған. Одан кейін біздің театрымызға қатысы бар деп айтуға болады. Ол Қанат Мақсұтов деген театрдың суретшісі, біздің Қожамқұлов театрында бірталай үлкен спектакльдерді Жанат ағамызбен бірге тандем болып жасаған спектакльдері бар. Және де Ресейден келген Екатерина Морозова, ГИТИС-тің ұстазы, театр сыншысы, және де Айсұлу Сагитова, және де Алматыдан Темірбек Жүргенов атындағы өнер институтының өнер академиясының театр өнері факультетінің деканы, PhD доктор, театртанушы Мадияр Сарыбай. Ал енді біздің көрермендерге айтар тілегіңіз?
Менің айтарым, біздің Жанат ағамыз айтпақшы, театр ол қоғамның айнасы. Егерде қоғам театрды іздесе, яғни қоғамның әлі өлмеген деп есептейді. Сондықтан біз барша есігіміз ашық. Тағы да айтқым келеді, осы 12 мен 16 аралығында болатын барлық спектакльдер, көрсетілімдер тегін. Сондықтан да барлық көрерменімізді осы театрда күтеміз. Бар спектакльдер сіздер үшін деп айтамыз. Шашың қара түн таусыларда жанды менің тағатым күлімдеген көктей алтын күндейсің мұзды жарып шыққан аппақ гүлдейсің ай қою қара шашың қара түн таусыларда жанды менің тағатым күлімдеген көктей алтын күндейсің мұзды жарып шыққан аппақ гүлдейсің ай қарап қоямын жүрегімнің түбіне қамап қоямын кейде өзімнің жүрегімді аяп қоямын кездесуге шықтың боянып алып сенің сұлулығына тоямын анық ғашық болмадым көп болды бұлай қара көзіңнің мөп-мөлдірін кездесуге шықтың боянып алып сенің сұлулығыңа тоямын анық ғашық болмадым көп болды бұлай қара көзіңнің мөп-мөлдірін қарап қоямын жүрегімнің түбіне қамап қоямын кейде өзімнің жүрегімді аяп қоямын қарап қоямын жүрегімнің түбіне қамап қоямын қарап қоямын кейде өзімнің жүрегімді аяп қоямын қарап қоямын жүрегімнің түбіне қамап қоямын қарап қоямын кейде өзімнің жүрегімді аяп қоямын Міне, осымен ертең атты таңдық таңғы бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.